Ассалаумағалейкум, қымбатты қазақ елім. Мен міне осындай қызықты құрылғыны кездестіріп, сіздермен бөліскім келіп отыр. Мына терезенің алдында балдарым ойыншықтарын өшірмей кеткен ғой деп анықтап қарасам, бұл ойыншық емес екен. Байқап отқаныңыздай, бұл орысшалап айтқанда солнечный панель, яғни күн сәулесінен энергия преобразовать ететін кішкентай осындай деталь. Соған плюс-минусын орын-орнымен жалғап, өзіне тиісті светодиодный лампочкасын жалғап, осылай күнге қаратып қойып қойған екен. Бәлкім бір эксперимент ретінде қойған болар. Қазір сізге толықтай көрсетейін. Түсіндіріп, мынаны ыңғайластырып қойып, міне күн сәулесі тұрған бетін жапсақ, соған сай энергияның күші азаяды. Ашсақ күшейеді, жапсақ азаяды. Ашсақ күшейеді, жапсақ азаяды. Міне қымбатты ағайын, Аллах береке берсін. Бұны қазақ елінің 12 жасар баласы осылай жасап қойған. Мен бұл көріністі көріп айтқым келгені, ел болам десең бесігіңді түзет демекші. Әрбір қазақ артымыздан жаңа қадам басып келе жатқан, жаңа өмірге көз ашып келе жатқан артымыздағы ұрпақтарымызды осылай білім жолында инабатты, салиқалы қылып тәрбиелесек, қазақ елі, мемлекетіміз әлде де үлкен жетістіктерге жетеді. Қымбатты ағайын, әлде де үлкен жетістікке жетеді, Аллах нәсіп етсе. Міне сондықтан қымбатты ағайын, үкімет бізге не береді, үкіметтен не аламыз демей, әрбір адамның өзінде мен халқым үшін, елім үшін не істей алам дегендей сұрақ туындаса, не үлесімді қоса алам дегендей, артымдағы балама не тәрбие берем, не білім берем дегендей, сондай бір жауапкершілікке бет бұрсақ, қазақ елі әлде де үлкен жетістіктерге жетеді. Қымбатты ағайын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Аллах береке берсін.